Бұрыннан іздеймін барасылды, өзгелер тудырса да таласымды. Сол ойымды өрнектеп ұштай түсер кигенде ұлттық киім жарасымды. Өлең оқып тұрғанда ақын аға, сөзін тыңдап ойды түй бақылада. Арлойлаған аналар ақыл айтты, кешегі наурыз тойда сахнада. Жақсы ісіңді жатсегер елескеріп, салт дәстүрді көтерер белестетіп, ұлттық киім киген қыз көз алдыңа қыз құртқаны жіберер елестетіп. Ел алдында тұрсегер жырақтарып, көрермендер қалады бірақ танып, жігіттер сахнаға шыға келді, бір жан салдың дәл өзі сияқтанып. Қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы Байбазар Ербақ ағамыз ұйымдастырған ұлттық киімдер сайысы мерекенің мерейін асырып, той тамашасын көркемдей түсті. Ұлттық киім киіп ел алдына шыққан апа әжелерінің ұлағат сөздері мен өнегелі өсиеттері де аз емес екен. Тыңды болсын, қажырлы қайратты болсын, еңбектері жемісті болсын, еңбекті табысты болсын барлығы да. Ал енді жас балдар мына еліңнің өзіңнің тілің деген болады, киімің деген болады, салт дәстүрің деген болады. Соларды ұмытпай, басқа елге жаңағы жалтақтамай, басқа елдің ана әлгі қысқа кигеніне, жалаңаш жүргеніне еліктемей, өздеріңнің жақсылап денелеріңді жабатын әдемі көйлектеріңді киіп жүрсең қыздарым. Балдар сірә киіп жүр ғой, қыздарға, келіндерге сол сөзді айтамын. Жақсы өзің жаңағы үлгілеріңді, үлгі көрсетіп біріне-бірін. Сол ата дәстүрлеріңді сақтап, тілдеріңді бұрмаламай, киімдеріңді жаңа жырмаламай, етектеріңді жақсы киініп жүрсеңдер, сендерге бір менің тілегім сол айтатын. Аман болыңдар, бақытты болыңдар, өмірлі болыңдар. Аты жөніңізді айтсаңыз, менің аты жөнім, фамилиям Қызылғұлова, атым Жаңғыш деген. Өте рахмет, сау болыңыз. Алашың мына жастарға мына шаш деген мәселе дегенде келеміз, шаш туралы. Сосын осы жаңа киімнің ұзындығын қысқартып айтып кетті ғой. Осы шаш туралы қандай тағылым айтасыздар? Сізден бір сұрайыншы. Шаш деген әйел адамның қай уақытта да көркі дейді ғой. Шаш көрікті болса, әйел адам көрікті болады. Жаңағы неде болса, осы балдар шаштарын қимағаны жақсы. Шаш деген әдемі болады. Қандай ажарсыз болса да, шашы ұзын болып, шашына екелі шаш тағып күлдірелетіп жүрсе, ол адам деген әдемі, әсем, еліне, қалпына кәдірлі болады. Қатар құрбысына бәріне де. Шаш тағып жүрген жақсы болады. Шаш тағып қоймасын, жаңағы. Шашын ең азы төмен түсіріп, дұрыс көйлегін киіп жүрсін. Орысша киінген жерде орысша киінсін, жеңі бар. Ең болса үйге келгенде қазақша көйлегін кисін, ата-енені сыйласын. Бұл не заты? Бұндай шашын айған жыртық көйлек кигенді келтіргеніміз білеміз. Көрдіңіз ғой, әжелердің не мәселеге әрекетті көріп тұрсыңдар. Ал енді осы міне орамал дейтін болады. Осы орамал туралы қандай бір пікірдесіз? Осы жердегі. Орамал өзінің әйел адамның өзіне сәйкесті, өзіне сымбатты келетін орамалын тартып жүрсе болады. Өзі әртүрлі адамдар бар. Өзі 35-те бір, 25-те бір, 45-те бір әртүрлі өнерлі келін бар. Әйел адамға
жазды бұл порно киімменен кетіп барады. Ал енді өзінің әркімнің өзінің әр жасына қарай, бұл мүшеліне қарай киімнің салтанатты өзінің жасы бар. Киімнің өзінің үлгісі бар. Сол үлгісіне қарата өзі біздің ізімізде жүрген мына өміріміздің жалғасы киім бол. Біздерменен жалғас киім бол. Біздер кішкентай енді 15-тегі 20-дағы балдарға үлгі болатындай сан салтанат құратындай біздің өнегелерімізді ұстап, біздің тәрбиелерімізді ұстап, біз көз жұма кетсе біздің соңымызда қалған үлгілерімізді ұстап атаса қоса жігіттерде болсын, мына жүрген жігіттің қасындағы жүрген жолдасып біздің келіндерімізде болсын, соған біз тілекшіміз. Елі халқымыз аман болып, осы болар өмірдің ішінде бақытымыз, өрнек табысымыз таңдай тасып жатқан өміріміз балдар аман болсын. Өзімізді бір тастып қосамыз. Мен бір үйдің кемпірімін. Қайнымнан досам. Атым Әсем. Бұл сайыстың қатысушыларын жүлделі орын белгілемесе дағы орамал тон болмайды, жол болады дегенде құрғыл қайтармады. Сол сияқты өзімізде ұлттық өнерді көздің қарашығындай қастерлеп, бүгінгі ұрпаққа үлгі еткен әже апаларымыздың көрегендігіне риза болдық. Жырымды тасырымды балғын қызба бір қараған көзің әрең алғандай жас келінбе жаңа түскен ауыз көріп салғандай ерте көктем қырға шыққан алаулаған гүлдермен қарасқанда мұңын шағып тоңып қалған көздермен көңіл толқып тіл байланып шықпай қалған сөздермен сосын естен кетпес кездермен. Әжелеріміз, шешелеріміз, жеңгелеріміз дұрыс айтты, ата-бабаның салтын сақтаған жақсы. Сол жөнінде бір шумақ өлең, алақ келін әдетті бол жасыңнан, ақ орамал түспесін бір басыңнан, ана көрген асыл қызы қазақтың мін таппайын дайындаған асыңнан деп әжелерімізге қолдап қуаттаймыз. Елдіктің жолын жақтайық, ездіктің жолын жасқайық, қара бұлт төнсе халқыма қысылмайық, саспайық, пайда үшін айламен теріске қадам баспайық, қолдан келсе үйреп жолдасты оңға бастайық, қазақтық намыс сын болса бірігейік, қашпайық, сойылмаса бекерге сөз асылын шашпайық. Ұлыстың ұлы күнінде көңіл көтер күлімде, жырымда сырым үнімде татулық жолын жақтайық, тіл мен дінді әлеумет ұмытпайық, сақтайық, атамыз қазақ қорған тоздыр жерді қорламаң, жер ананы баптайық. Рахмет, сау болыңдар. Ал халқым жұрты бармысың, төрт көзің түгел бармысың, қауышпағаны көп болды, сағынып қалмай жанымшай, тілдерден жырлан өтейін, кеткенше бойдан әлгішін, ұлыңды ақын еткізген, өздерің берген алғысың. Кешегі жүрген жаман, отырған мына шалмысың, кешегі жарқын жеңгейлер, әмей зармысың, кешегі жүрген құрбылар, құлпырып атқан таңбысың, кейінгі мына жас қауым, бүгінгі шырқар әнімсің. Уақыт шіркін зымырап, көнбейді екен ұрыққай, кешегі жүрген бұнады келіп барып біз қырыққай, бақыты тасқан болмаудың басыңды мәңгі тұрап ба, басыңды бір күн қамарсың ой, қара жер деген құрыққай.
olsun деп жүрегім қысып, көмейден келім әншін. Сағынып жеткен жұртыммен отырмын жалай қауышып, ән салмай бүгін қаламдай, басқадан рахат табамдай, ауылым жұртым аймағым болайық дайым амандай. Ауылым жұртым аймағым болайық дайым амандай. Әппақ бөлме көктем сайын алма баққа оралған, ақсау төспен қолы тимеген әппақ жұмыр мойын бар естілген. Мереке шеруінде қазақша күрес, кіртасын көтеру, қаппен ұрып жығу, арқан тарту, қол күресі сияқты спорттық жарыстардан күштілер, емшілдер жеңіске ерісіп, тиісті сый-сияпаттарын алып отбасыларға көңілді айтты. Мысалы 24 килограммдық кіртасын көтеруде Берік Ахметов, Саябек Таңбаев, Сәрсен Тоқбаевтар көзге түссе, 32 килограммдық кіртасын көтеруде Ықылас Тауымұрынов, Ерік Өтегенов, Жалғас Қойшығұлов жүлделі орындарға ие болды. Ал қазақша күрестен Меліс Жүнісбаев, Мұхтар Марубаев, Ермек Шүренбаев секілді палуандар өз қарсыластарынан басым болып, 21 ғасырдың тұңғыш Наурыз тойының жеңімпаздары атанды. салтанатының мәні мен мазмұнын, сәні мен сан-қырын көркемдеп, әспеттеп, есте ұзақ сақталатындай етіп өткізетін әрине мәдениет қызметкерлері. Дегенмен дер кезінде оларға да аялы алақан, орынды қолдаулар қажет болып жатады. Бұл жағынан Жаңаөзендік өнер ошақтары да кенде қалып жатқан жоқ. Жуырда ғана өнер мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына қала әкімі алып берген бірнеше миллион теңгелік музыкалық аспаптар мен түрлі түсті жарық беруші құрал-жабдықтар кешегі ұлы мерекенің сән салтанатын асырып, халық игілігі үшін қызмет етіп тұрғаны қуанышты. Бұл да қала басшыларының еліміздің ертеңіне, жастарымыздың келешегіне, олардың мәдениетті де әдепті, өнерлі, өрелі болуына жасаған қамқорлығы деп білген жөн. Осынау аппаратуралардың көмегімен өнер мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының директоры Доктор Шөкеновтен бастап барша мамандар Наурыз мерекесінің қызықты, тартымды өтуіне сүбелі үлес қосты. Мысалы, бас маман Ізбасар Сүлейменов бүкіл мерекенің сценарийін жазса, Рая Қиялбаева режиссерлік жасады.
дыбыстың жарқында жағымды шығуына Қалдыбай Еламанов еңбектенсе, әуендерді өңдеуде Ермек Жаманисов қажырлы қайрат көрсетті. Инженер техник Марат Аманбаев, мамандар Мейрамгүл Еламанова, Мақбуза Шоманова мен жас мамандар Жанар Ахметова, Сәуле Қойшыбаевалар иықтасып ауызбіршілікпен жұмыла көтерген жүктің жеңіл екендігін айқындай түсті. Қаламыздағы электр жүйелері, су, жылу және канализация, ремсервис, қалалық архитектура жігіттері өткен ғасырдың аяғындағы өзен мұнайының 35 жылдығында, Сумсада өткен Бекет атаның 250 жылдық мерекесінде қандай қызмет жасаса, кешегі Наурыз мерекесінде де сондай қызмет жасады. Қоғамдық тәртіпті сақтауда еткен еңбектері үшін қалалық ішкі істер бөлімі, қала жанындағы әскери бөлімнің дербес ротасының сарбаздары мен командирлеріне көп санды көрермендер атынан алғыс айтамыз. Жаңаөзен халқын Наурыз мерекесімен барлығын құттықтаймын. Келіп отқан қонақтарды бір жағынан әскери час 66 киловатт жағынан өз үлестерімізді қостық. Енді мінекей отанды қорғау жолында жалпы осындай мерекелік шаралардың жақсы тәртіпті тыныш өтуінде ауа райының әртүрлі қолайсыз күндеріне жағдайларына қарамастан сол халықтың сол шараларды жақсы тамашалауына сіздердің сүбелі үлестеріңіз бар. Мына ішкі істер орган қызметкерлерімен қатар еңбек еттіңіздер. Сол үшін біз де халықтың атынан сіздерге рахмет айтамыз. Жалпы Жаңаөзен халқының тәуелсіздіктің қар жол тайғақ кешуіне беттен қағаз жиегінен тайсалмай алға қарай қарышты қадаммен ілгерілеп келе жатқандығын жаңа ғасырдың тұсаукесер тұңғыш Наурыз тойы, яғни ұлыстың ұлы күні тағы бір рет айқындап бергендей болды. Дұшпан қырып, достарын қас қылмағай, мейірімді жүректі тас қылмағай, жер ананың қойнауын еміреткен Маңғыстаудың мұнай тасқындағай, арналады өзіңе бар өлеңім, байлықтың таста бер қар өзенін, қыз көктемнің лебімен көріктеніп, жыл сайын жасара бер Жаңаөзенім. Қалтасында кетпейік қор жындының, есте мәңгі қалмасын сол күнгі мұң, еселі еңбекпенен қарсы алайық тәуелсіз еліміздің 10 жылдығын.